Қайырлы күн достар, сіздермен бірге 5 минутта табада пісірілетін пицца жасаймыз. Пеш қажет етпейді, қамыр илеп қажет етпейді. Ең алдымен бізге керегі жұмыртқа. Жұмыртқаны ысымызға саламыз. Содан соң ас қасықпен 2 қасық майонез саламыз. Содан соң 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Содан соң 4, 5 немесе 6 қасық ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз осындай болып шығады. Содан соң начинкамызды дайындаймыз. Начинкаға сыр, помидор, укроп. Және массамызды қазір табамызға саламыз. Табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Содан соң массамызды салып, дәл видеодағыдай жаямыз. Содан соң кетчуппен майонезімізді араластырып дайындап қоямыз. Үстіне осылай жағамыз. Қасықпен жақпаңыздар. Дәл осылай видеодағыдай жағамыз. Содан соң начинкамызды саламыз. Аздап сырымызды саламыз бірінші. Начинкаға өзіңіздің қалауыңызша сала бересіз. Мінекей пісті достар. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей асы да пісті. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұргүл.